Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Егер осы турысында толығырақ мәліметке ие болғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және бір ғана лайк түймелерін басып видеоролигімізді соңына дейін тамашалаңыз. Ал онда біз бастадық. Нигерия мүгедек болып қалды. Алматы тұрғыны әділдік іздеп жүр. 2,5 жасар Эльвинаның бір қолынан шынтақ тұсынан ампутация жасалған. Әжесі Зухра Мұсаева дәрігерлердің қателігінен жиенім қолынан айырылды деп редакцияға көмек сұрады. Эльвина 2020 жылы Талғар қаласының перзентханасында дүниеге келген. Шала туылғандықтан неонатологиялық бөлімшеге ауыстырылған. Ауруханада медбике баланы катетеризация жасауға алып кеткен. Осыдан кейін оң қолы жансыз қалған. Тексеру кезінде ол қателіктер балалардың қолтығынан астынан қойылған мойынданды. Ал бұдан кейін процедура ересек адамға да жасауға болмайтын екені мәлім болды. Қолтығының астына қоямын деп негізгі артериясына зақым келтірген, деді әжесі. Сараптама балаға дұрыс диагноз қойылмағаны, ем дұрыс және уақытында жүргізілмеген дәлелденді. Мұсаеваның айтуынша осы уақиғадан кейін медбике өз еркімен жұмыстан шығып кеткен. Ол әділдікке жете алмай жүргенін 2,5 жыл болғанын айтып отыр. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де каналымыздың дамуына өз үлесіңізді қосып бір ғана лайк түймесін бізден аянбаңыздар.